жақсылықта, жамандықта Аллахтан екенін, яғни соған иман келтіргеніміз бір адамға үйлену, ол Аллах Тағаланың қалауымен болатын нәрсе да. Енді бір адам, мысалы, Хазіреті Али радиаллаху анху Фатима анамызға тигені, яғни Фатима анамызды алғаны туралы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ол үлкен тарих бар ол жерде. Яғни тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазіреті Умар радиаллаху анху алмақшы болғаны туралы хабарлар келеді да. Бірақ енді ол сахабалардың тарихы, Аллах Тағала сахабалардан разы болған ғой. Біз олардың басына келген сынақты естіген кезде шыдай алмай кетеміз шынымен. Шыдай алмай кетеміз. Оны шынымен де олар адам болған ба деп кейде ойланып қаласыз да. Неге десе, Омардың наны соншама қатты дейді, мен оған тимеймін деп айтады Фатима анамыз. Соншама олар кейде өмір сүрген да, субханалла. Бірақ кейде өмір сүрген болса да, қарындары аш болса да, олар дінді бірінші орынды қойғанда, содан кейін Аллах Тағала оларды радиаллаху анху ва раду анху, Аллах олардан разы болды, олар да Аллахтан разы болды да. Сондықтан біздің шариғатымызда бір адам, яғни Аллах Тағала Құр'ан-ы Кәрімде мынаны алуға болмайды деп нақты аяттарды келтіреді. Мысалы, бір адам өзінің сіңлісін алуға болмайды, өзінің әпшесін алуға болмайды, немесе әкесінің қарындасын, әкесінің әпшесін, анасының қарындасын, анасының әпшесін, осыларды, яғни Аллах Тағала алуға болмайды нақты ше, ол мүлде некесі харам олар. Мысалы, шариғатта неке туралы айтқан кезде некесі, яғни уақытынша, яғни орысшаға времени дейді ғой, сондай некелер бар да. Мысалы, бір адам аға іні, мысалы, ағасы қайсы болған кезде, ағасы тірі болған кезде, оның ағасының әйелі, жеңшесі, оған не болады? Оған махрам есептеледі, әкесі тірі болған кезде. Немесе бір әйел, мысалы бір адам үйленді, сол өзінің әйелінің әпшесі, немесе қарындасы, оған уақытынша некесі харамда. Қалай уақытынша деген кезде, мысалы әйелі қайтыс болған кезде, мысалы сол яғни өзінің әйелінің әпшесін немесе қарындасын алуға шариғат оған рұқсат береді. Бір некеде ұстауға болмайды бірақ. Мысалы, әйелі бар да, мен яғни екіншісіне осы әйелінің сіңлісін, балдысын былайынша айтқан кезде алуға бола ма десе, бір уақытта ол харам болмайды. Немесе ажырасу керек әйелмен, немесе әйелі қайтыс болған кезде соларды алуға шариғат не қылады, рұқсат береді. Бірақ мүлде харам болған некелер, жәндегідей өзінің қызы, сіңлісі, әпшесі, әкесінің сіңлісі, әкесінің әпшесі, немесе анасының сіңлісі, анасының әпшесі, олар мүлде харам болды, мүлде алуға болмайды, өзінің анасы дегендей. Енді әрбір ұлтта салт дәстүр деген нәрсе бар да. Салт дәстүр деген мысалы Қазақстанда, мысалы Өзбекстанда, Тәжікстанда, Қырғызстанда өздеріне лайықты бір өздерінің ұстанымы бар. Мысалы өзбек ағайындары өзінің туысқандарын ала береді. Себебі оларда не жәндегі шарттар бар да, алхамдулилля, ол алуға болады деген нені алады. Бірақ мынандай нәрсені түсінуіңіз керек та, егер де туысқанды алу керек па, алмау керек па десе, туысқанды алмаған афзал болады. Себебі не? Бір адам неке қиылған кезде, мысалы, бүкіл осы, мысалы, әйел тарапынан, осы бала тарапынан, күйеу тарапынан адамдар бір-бірімен осындай бірлеседі. Оның жақсы жері бар да, бірақ оның жаман жері де бар да. Егер, мысалы, туысқаннан алғаннан кейін, егер ол ажырап кететін болса, Құдай сақтасын, не болады? Туысқандардың арасында екі неге бөлініп қалады да. Сондықтан бұл бір жағы. Одан кейін ұзақтан алған кезде де, мысалы, Өзбекстанда киноларды да көріп жатырмыз. Бір адам, мысалы, өзінің туысқанын алған кезде, қан егер бір-біріне тура келген кезде, сол балдарының мүгедек болып, осындай бір дәрежеге келіп жатқаны осы қан арқылы. Егер де ұзақтан алатын болса, балдары денсаулығы жақсы болуы, ол медицина жағынан да, ол шариғат жағынан да осы нәрсені айтады. Соның үшін ғұламалар айтады,
өзінің жақыннан емес, барынша ұзақтан алған afzal болады деп ойлаймын, иншалла.